Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақ алдындағы көңіл-күй. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Сабақтың тақырыбы ә дыбысы және әрпі. Оқу бағдарламасына сәйкес күтілетін нәтижелер. Мәтіннен сөйлемді, сөйлемнен сөзді, сөзден буынды, буыннан дыбысты бөледі. Жаңа үйренген дыбысты анықтайды. Дыбыс пен әріпті таниды, оларды бір-бірінен ажыратады. Оқу түрлерін буындап оқу, сөздерді тұтас оқу, мәнерлеп оқу қолданады. Түсініп оқиды. Еліміздің рәміздерін әнұран, елтаңба, ту біледі. Көркем жазу талаптарына сай жазу жолы, жол аралығын, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріптердің өзара байланыс элементтерін жазады. Оқулықпен жұмыс: жу, жуа, жуан, жу, сан, жең, жеңіл, жаңа, жаңалық, жақсы адам, жаман, жаман ойыншық, жуас ат, жаңа киім. Балалар, ат жарыс мәтінін оқып шығайық. Жайлауда ат жарыс болды. Жанат шабандоз. Жарастың аты жорға. Бас қамшыны бас. Алда келе жатқан кім? Кім бірінші келетінін болжа. Міне балалар, ат жарыс мәтінін оқып шықтық. Ат жарыс мәтінінде неше сөйлем бар деп ойлайсыздар? Ат жарыс мәтінінде 5 сөйлем бар. Жаса құрастыр. Сөйлемдердің орны ауысып берілген. Осы сөйлемдерді әрқайсысын өз орнына қоямыз. Ат жарыс болды. Алда келе жатқан кім? Бас, қамшыны бас. Саралау тапсырмалары. Жолға шығатын адамды кім дейді? Жолға шығатын адамды жолаушы дейді. Жолаушы сөзін буынға бөлейік. 3 дауысты дыбыс бар, 3 буын бар. Бірінші деңгей: ж дыбысының жолаушы сөздеріндегі орынды анықта. Жолаушы сөзінде ж дыбысы сөздің басында кездеседі. Жолаушы сөзіне сөйлем құра. Жолаушы жолға шықты. Жолаушы сөзіне құраған сөйлемді сызбамен көрсет. Яғни жаңа құраған сөйлемде неше сөз бар екенін сызбамен көрсетесіздер. Дәптермен жұмыс. Балалар дәптерге жу, жуа, жуан, жеңіл, жаңалық, жанат, шабандоз, жаңбыр, жауды деген сөздерді, сөйлемдерді әдемі етіп жазасыздар. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Кері байланыс жасайық. Сабақта мен білдім. Нені білдім? Мен үйрендім. Нені үйрендің? Маған ұнады. Не ұнағандығы жөнінде өздеріңіз толық жауап бересіздер. Мен балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.